Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай керемет пончиктер дайындайтын боламыз. Менің арнамда неше түрлі рецепттер шығып отырады, сондықтан да подписка бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен біз пончиктерді дайындау үшін сары майға 4 ас қасық қантымызды саламыз. Яғни керекті мөлшер бізде описанияда жазылып тұр. Сол жерден қарап алсаңыздар да болады. Әр заттың мөлшері жазылып тұр. Оған жаңағы қантымызға жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып бір келкі масса болғанша жақсылап қолмен араластырып аламыз. Блендермен де, яғни миксермен де жақсылап айналдыруға болады. Мен қолмен айналдырдым. Кейін осы массаға айранымызды біріккенше араластырамыз. Оларды біріктіріп алғаннан кейін құрғақ ингредиент, яғни ұн мен қопсытқыш қосылған ұнды қосып, жақсылап тұрып жабыспайтын қамыр пайда болғанша жақсылап илеп аламыз. Міне осындай видеодағыдай жабыспайтын қамыр пайда болу керек. Осы қамырды ұн жайылған столдың үстіне жақсылап бір-екі рет илеп басып аламыз. Кейін оны оқтаумен 1 сантиметр болғанша жақсылап тұрып жаямыз. Жайып алған нанымыздың дөңгелекше етіп формаларға кесіп аламыз. Яғни видеодағыдай кез келген өздеріңізде бар формалармен кесіп алыңыздар. Осындай дөңгелекше етіп кесіп алғаннан кейін оның ортасынан кішірек дөңгелекше етіп тағы да кесіп аламыз видеодағыдай. Дайын болған формаларымызды алдын ала қызып тұрған майда, қатты қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Яғни қызарғанша, бір жақ беті қызарғаннан кейін аударып, екінші жағын қызарғанша тағы да біраз пісіріп аламыз. Осылай дайын болып піскен пончиктарымызды алдын ала майлықтар төселген тарелкаға салып, майынан сорғытып аламыз, яғни майы кеткенше. Дайын болған пончиктарымыз осындай болып шығады. Бетіне шоколад не болмаса сахарный пудра сеуіп қоюларыңызға болады.